көптеген оқиғалар болды, көптеген қиссалар болды. Бірақ Алла тағала сол қиссалардың ішіндегі нахну нақуссу алейка ахсанал қасаса деген Құранда Юсуф сүресінде айтады. Біз саған қиссалардың ішіндегі ең көркемін баян етеміз дейді. Ендеше Құранның ішінде Алла тағаланың құдіретті күшті Раббымыздың таңдаған қиссалары ең шын қисса және ең мағынасы зор қисса болып есептелінеді. Бәну Исраил ұрпақтарынан бір адамның өлтірілгенін хабары келеді. Бәну Исраил деген Исраил ұрпақтары бұл Яқуб алейхиссаламның балалары болып есептелінеді. Барлығы тегі бір болғанмен сол жерде бөлініп кеткен, соның біреуінен бір адам өлтіріліп отыр, бірақ кім өлтіргенін ешкім білмейді. Бұл өлтірілген адам кім болған? Бұл кезде Алла тағала жалпы Қасасул Құранда, Құранның қиссаларында екі баланың өмірі туралы айтылады бұл жерде. Бірінші, ізгі бала. Біз ізгі баланы, иншалла, ол кім болғандығын Аллашса Құранның соңғы аяттарында біз баян етеміз. Бірінші, мына бала ізгі емес, жасынан күнәға жақын болған. Бұл бала бір кедей шаңырақта тұратын болған. Оның нағашысы бай және нағашысының қызы болады. Сөйтіп, нағашысы әкесі өлгеннен кейін сол жетім балаға көмектесіп отыратын болған. Дүниесімен, байлығымен. Сөйтіп, бала бірақ қанағаттанбайды. Бұл маған жеткіліксіз деп. Сөйтіп, шайтан оған ой салады. Мынау нағашымды өлтіріп, сосын жалғыз қызына үйленіп, анау байлықтың барлығын иемденем деп ойлайды. Әр ойланады, бері ойланады. Сол күндердің бір күні ой келеді, нағашысына келіп айтады. Нағашым осындай, мен көрші Бәни Исраилдің ұрпақтары ғой, көрші елді мекенде бір сауда жасайын деп едім дейді. Сол сауданы жасайын десем, мені кішкентайсың деп, маған сенің кіремей тұр. Соған сіз кепіл болып, ағам ретінде, бауырымыз ретінде, анамның бауыры ретінде менімен еріп барыңызшы дейді. Сөйтіп, алдап, нағашысын өзінің елді мекеннен алып шығып, көрші елді мекенге бет бұрады. Сол кезде де екі елдің арасында бұрын кішкене түсінбеушіліктер, қақтығыстар болып тұрады екен. Бұл бала ойлап тұр, егер де мен мынау елді мекеннің жанында оны өлтіретін болсам, ел шулайды ғой, шулаған кезде кім өлтіруі мүмкін деген кезде, бізбен жауласып жүрген пәленше ел деген сияқты. Сол жерде менен күмән кетеді дейді. Сөйтіп, жолда келе жатқан кезде ақыры нағашысын өлтіреді. Оқиғаның басы осылай басталады. Өлік адам табылды, бірақ өлтірген, яғни кісі қолынан өлгені көрініп тұр. Таспен ұрды ма, басқа бір нәрсемен ұрды ма, бірақ кім өлтіргені белгісіз. Ол жерде ешқандай ондай зерттейтін ғылым жоқ. Сөйтіп, екі ел бір-бірімен ұрысып, жаңағыдай соғысқа барайын деп жатқан кезде, сол кездегі Аспат, Бәни Исраилдің үлкендері, ақылдылар айтады. Пайғамбар бар емес пе? Біз Мұсадан сұрайық. Ол кәлләм Аллаху Муса тәклима, Алламен сөйлесетін. Содан сұрайық, бізге ол хабарын айтсын деп, Бәни Исраилдің ұрпақтары жиылады. Бірақ сол қауымның, Бәни Исраилдің қауымдарының үлкен келеңсіздіктері, проблемалары. Бұлар, Мұса алейхиссалам оларды ана үлкен неден алып шыққаннан кейінде олар не істеді? Бұзауға табынып кеткен білеміз, е? Мына жердегі аяттарда дейді, «Қолу уду лана роббакат». Біз үшін Раббыңнан сұра деп айтты дейді. Раббымыз деген сөзді қолданбайды да. Қараңыздаршы, олар Раббыңнан сұра деп. Соның өзі кішкене мазақ қылудың несі жатыр ішінде. Сөздің мағынасының өзінде оларда не бар? Ендеше бұл нәрсені біз Мұсадан сұрайық, біліп ала қойық, кімнің өлтірген? Пайғамбар болса айту керек қой ол деп, ана жерде әртүрлі шынайы пайғамбар болса, міне енді сыналады деген сияқты қазір әртүрлі олардың арасында да жүректерінде кірбіңі бар адамдар болған. Сонда Алла тағала дейді, бұл жерде тәфсірлерде ғұламалар айтады, бірден Жәбірейілді жіберіп айта қоюға болушы еді дейді, кім оны өлтіргендігін. Оған құдірет жетеді ғой Алла тағаланың, жетеді. Бірақ Алла тағала бақараны таңдады дейді, сиырды таңдады дейді. Біріншіден сол сиырды кім сою керек? Солар өздері қолымен сою. Ақиқат керек па сендерге? Жақсы. Сол табылатын сиырды, Алла айтқан сиырды, сендер өз қолдарыңмен сойыңдар. Алла тағала бір-ақ ауыз сөзбен сиырды сой деген кезде, олар кез келген бір сиырды сойса, онда бітті. Сол сиырдың бір бөлік етін алып, сол өлген адамды ұрса, сол тіріліп айтар еді.
бірақ олар қолу ду'лана, ей Раббыңа айт дейді. Ол қандай сиыр екенін айтсын дейді. Қала иннаху яқулу. Сонда Алла тағаладан қайтадан ол сұрайды. Сонда айтады, Алла тағала айтты, шындығында ол кәрі де емес, жас та емес. Енді қараңыздар, олар сөздерімен мазақ қылып қиындатып жатыр ма? Алла тағала да оларға сол жағдайды, мәселені не істеп жатыр? Қиындатып жатыр. Сонда қалу ду'лана роббака, Раббыңнан сұра дейді. Олар айтады, юбаййиб лана ма лаунуха, түсі қандай екен, соны айтсын дейді Раббың дейді. Қала иннаху яқулу иннаха баққаратун сафра фақиру лаунуха тасуррун назирин. Ол сондай сиыр сап-сары, жаңа қараған адамдарды қуандыратындай, енді әдемі. Сол кезде сұрақтарымен мазақ қылып жатыр. Алланың елшісін мазақ қылып жатыр. Қараңыздар. Сонда айтады, айт Раббыңа, ана ұқсас сиырлар көбейіп кетті дейді. Шындығында біз тура жолда боламыз, бізге дұрыстап айтсын дейді, қайсы екендігін дейді. Ол сондай жаңағы сиыр деді. Енді одан сайын қорлық көрмеген дейді. Яғни қиналмаған сиыр болу керек. Және ешқандай соқа жыртпаған, жер жыртпаған, жаңағыдай пайдаланылмаған, сосын ешқандай дағы жоқ, сондай сиыр дейді. Ендеше өте бұл нәрсенің барлығы оларға қиындап кетті дейді. Содан кейін олар ондай сиырды тапты. Енді кімнен табылды деген сұрақ. Жоғарыда біз басында айттық, біз жаман, жаңа жетім қалған жаман баланың оқиғасын айттық. Осы қылмысты жасаған. Енді осы жаңа ешқандай қиындық көрмеген, не кәрі емес, не жас емес, соқа жыртпаған, теңбілі жоқ, сап-сары сиыр тек бірақ баланың үйінде болған екен. Ол да жетім бала екен. Бұл жетім баланың әкесі болған. Әкесі салихтардан болған екен, ізгі адамдардан болған екен. Ешқандай баласына қалтыратын дүниесі болмаған. Ешқандай жағдайы болмаған. Сөйтіп осы кішкентай ғана бұзау ғана болады. Сонда өсиет қалтырып кетеді. Бұны өсіп, үлкеймейінше бұны сатып жібермеңдер дейді. Яғни өсіріп, құны өзінің денесінде алтын болмағанша дейін сенде сатпаңдар деп өсиет етіп кетеді. Сосын Алла тағала айтады, ей Алла тағала, мен баламды өзіңе тапсырдым дейді. Және Алладан дұға қылып дүниеден өткен екен. Сол жаңа бұзау өсіп, сиыр бола бастаған кезде көптеген адамдар ақшамен келеді екен. Жаңа қиналған ғой. Біз анасы бар, қиналады. Сонда айтады, бізге пәленше ақшаға мынау сиырларын сатыңдар деген кезде, жоқ сатпайды, мынау біз бұны сата алмаймыз дейді. Анасы айтады, баласына айтады, жаңағы сатайық та, біз енді қиналдық қой. Бұны сатып күн көрмесек басқаша біздің жағдайымыз жоқ, әкем өсиет етіп кетті ғой дейді. Құны көтеріліп кеткенге дейін сен оны сатпаңдар деп өсиет етіп кетті. Сол өсиетін баласы не істейді? Әкесінің алдында орындайды. Сөйтіп келіп, жаңағы Алла тағаланың сой деген сиыры жаңағы баланың қолында болады. Сөйтіп, сол жердегі яһудилер олар анау жетім бала болды, кішкентай бір ақшаға сатып аламыз дейді. Ал бала, сиырының құны қанша? Сонда айтады, мынау сиырым қанша тартады, сонша алтын дейді. Ал керек болса, қараңыздар, қанша салмақ тартады, сонша алтын. Егер одан кішкене не болса, мен сатпаймын дейді. Оларға не істеп тұр? Алла тағалаға ол пайғамбарға кеп айтты ғой. Енді орындамауға аналардың тәкаппарлығы жібермейді. Таңдалып уже табылып тұр. Бұдан басқа сиыр жоқ. Басқасын арзан алам десе, енді бітті, айтылып кетті барлығы. Сөйтіп өзінің жаңа үлкен сиырдың, жаңа орта жастағы сиыр ғой енді былай. Соның денесі қанша келі алтын тартады, сонша келі алтын беріліп алды. Сөйтіп сойғаннан кейін Муса алейхиссалам бір бөлік етін алады да адамды ұрады. Ұрған кезде Алла тағаланың құдіретімен жаңағы адам тіріледі. Қараңыздар, күн фаякун деген осы нәрсе. Бол десе Алла тағала бола қалады. Сонда жаңағы адам тұрады да, мені өлтірген пәленше деп айтады. Менің бауырымның баласы дейді. Мені пәленше өлтірді деп, сол қылмыстың барлығын не істейді? Ашып тастайды. Сөйтіп жаңағы қылмыскер ұсталады. Сөйтіп Алла тағала арман қарта айтады, «Уаиз қаталтум нафсан фаддаратум фиха» дейді. Сендер адамды өлтіріп дейді, ол жөнінде таластыңдар дейді. Жаңа білдіртпеді ғой жаңағы адам. «Валлаху мухриджум ма кунтум тактумун» дейді. Алла сендердің
жасырған нәрселеріңді шындыққа шығарушы дейді. Қараңыздар, жасырды, ешкім білмейді деп ойлады, бірақ Алла тағала көруші. Әл-Басир, кез келген адам қандай да бір қылмыс, қиянат, күнә жасайтын болса, мә ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид дейді Алла тағала. Қандай да бір сөз айтылса да, оны аңдып тұрушысы бар дейді. Қараңыздар, ешкім ешқандай нәрсе жасырын қалмайды. Бұл дүниеден құтылса да, бірақ Алланың алдында ол құтыла алмайды. Осылайша Алла тағала тағы да бір құдіреттілігін көрсетті. Өлгенді қалай тірілеттейтінін Алла тағала сол жерде көрсетті дейді. Лааллакум тақ, бәлкім сендер ойланарсыңдар дейді Алла тағала. Сөйтіп Алла тағала пайғамбар өзінің пайғамбарлығын бекітті. Алла тағала өзінің өлгенді қалай тірілетінін көрсетті. Және жаңа қылмыскер ашылды. Жақсы адамның, ізгі әкенің дұғасы қабыл болды. Біреуге бір баласын тапсырып кетуі мүмкін. Бірақ адам, ол адам ұмытып кетуі мүмкін. Бірақ Алла өзі қорған болса, Алла тағала ол адамды бақытты қылмай қоймайды. Және залымның соңы қандай болатындығын Алла тағала осы сүреде баяндады. Осы сүрелерден жаңа алатын өте үлкен мағыналар мен жаңа ғибраттар бар екенін біз байқасақ болады. Алланың әмірін әртүрлі сұрақпен келемеждемеуіміз керек екен. Алла тағала қалай әмір етті, солай адам орындау керек. Алланың әмірі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өсиеттерін ешқандай күмәнсіз біз оны түсініп, өзіміздің амалымызға асыруымыз керек. Келесі, бұл жерде пайғамбарлармен белгілі бір әдеп болу керек екендігін баян етіп жатыр. Пайғамбарымыз дүниеден өтсе де, пайғамбарға деген әдеп, пайғамбарға деген жаңағы оның сүннеттерін орындау, оның әмірлерін орындау, ол мұсылманның міндеті болып есептенеді. Тағы да бұл жерде айтылатын нәрсе жаңағы ізгі ұрпақ мәселесі. Әке шешенің ізгі болуы, ананың жаңа әкенің ізгі болуы міндетті түрде баласына жақсылығына, баласының бақытты болуына себеп болады екен. Тағы бір ескеретін нәрсе, Алла тағала бір қателікті бірден ашпайтындығы жөнінде. Біріне қателестік пе, Алла тағала бір жасырады, екінші қателік екі жасырады, сөйтіп жасыра береді екен. Егерде адам тәубе қылса, Алла тағала оны жасырып, ешкім білмейді, Алла мен екеуінің арасында қалады екен. Бірақ ол үлкен бір жүйеге айналып кетсе, ол қылмыстың бәрін тоқтата алмас, сол кезде Алла тағала бір күні сол қылмысты не істейді екен, ашып тастайды екен. Алла тағала ашып тастады ма, ендеше бұл жерде ол тоқтай алмағандығы деп. Сонда расында да мен осы қылмыстан тоқтай алмап едім, Алла тағала мені ашып тастады деп жаңа мойындаған екен. Сондықтан да адам әрбір жаман істерден алыс болуға, Алла тағаланың әмір еткен нәрселерін орындауға тырысу керек. Мына Бақара сүресі, білесіздер, Құрандағы ең үлкен сүре. Бақара сүресінде көптеген мәселелер айтылады, білесіздер, соның ішінде 7-8 ғана аят осы Бақара туралы, сиыр туралы айтылады. Сол оқиғаның келуімен бір үлкен сүренің атын Алла тағала не істеді? Таңдады, атады.